Қазір мына біз тұрған Бейнеу ауданына қарасты Сам өңірі Қорабай жидесі деп аталады. Бұл Қайыптың әкесі Қорабайдың қысқы қонысы болған. Қайып алғаш Ақбөбекті алып қашқанда осындағы ауылы Жарқұдыққа алып келген екен. Біз ол оқиғаларға кеңірек тоқталып жатпаймыз. Республикамызға танымал композитор Илья Жақанов ағамыздың осы жерге арнайы тәу өтіп келген сапарында ақын, сазгер, әнші, көпке қолы ортақ шебер Қайып Қорабайұлының бізге жеткен мұралары, ән мен өлеңдері туралы ойлары мен сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Ильяға тарихы 90 толғаулы мекен мына Маңғыстауға қош келдіңіз. Мұндағы қонақжай халықтың сізге деген ықылас ниеті қашанда ерекше. Енді осы сапардағы өзіңіздің мақсатыңызды айтып отырсаңыз. Мұндағы мақсатым ұзақ жылдар бойы көкейімнен кетпей, осы Қайып пен Ақбөбектің махаббатына куә болған мына Сам құмы, мынау Жарқұдық, және мына Қайыптың әкесі Қорабайдың еккен көк жидесі, Қайыптың кіндік қаны тамған жерді бір көрсем деген арманыма кешелі бері жеткендей болып отырмыз. Міне бұл сапар өте маған сәтті сапар болды, өйткені Ақтаудан мынау бүкіл Бегей әулетінің арғы бергі тарихын толғайтын, көп өмірді бастан кешкен, көкірегі алтын сандық сияқты жаздырған ақсақал келді. Бізбен қатар адам. Сақидың үйінде, Бейнеуде үлкен мәжіліс құрдық. Бұл тарихты маған көп бір әр жерінен тірілткен Құрманбай деген міне ақсақал. Осы кісілермен әрі-бері толғап айтылған әңгіменің бәрінде мынау маған беймәлім бұрынғы жазылған деректерге қосымша Қайып пен Ақбөбектің махаббат хикаясы ұзақ жыр болып шертілді осы жерде. Осы сапарыма сондай ырза болып отырмын. Біздің кешегі бір әдебиетімізде мысалы Ғабдол Слановтың Дөң асқан деген кітабында Ақбөбек хикаясы айтылып келеді да, Ақбөбек суға кетіп өлді дейді. Ол бекер сөз. Мен әр жерде айтам. Сосын Ақбөбек туралы жаңағы Қайыптың екеуінің арасындағы жаңағы өте шиеленісті, әрі бақытты, әрі өте қайғылы оқиғаның кейбір поэмаларға түскенде бүкіл болған оқиғаның, шындық оқиғаның сұлбасы бұзыла береді. Адамдардың аттары өзгереді. Тіпті осындай қазіргі көзбен қарағанда осы шығармаларды оқығың келмейді. Өйткені бұл өмірде бар адам. Қайыпта, Ақбөбекте жасаған адам осы топырақта. Сондықтан олардың бүкіл өмірі әнге өзек болған өмірі. Бұл шындық аясында суреттелу керек. Киноға түссе де, кітап болып жазылса да, поэмаға арқау болса да, өлеңге, баллада, дастандарға барлығына мысалы желі болып тартылса да, енді Қайып пен Ақбөбектің шын болған оқиғасын қаз қалпында халыққа, кейінгі ұрпаққа дұрыс жеткізетін сәтке келдік енді. Соның қамында жүрміз. Сіз өзіңіз үнемі айтып жүргеніңіздей, қазақтың тек қана Маңғыстау емес, басқа да өңірлерінде тағдыры бар, тарихы бар әндер жеткілікті. Соның бірі Қайып Қорабайұлының әндеріне, өлеңдеріне кеңірек тоқталсақ. Қайыптың өлеңдері де, мысалы, өлеңдері ол өзінің Ақбөбекке арналған өлеңдері ғой, өзінің тағдыры, қиын тағдыры. Бірақ соның ішінде жаңағы осы мына құмға шыққан мынау лала гүлдер сияқты екі ағаны бізге жеткен. Ақбөбек және Жадаукөк. Ақбөбек әні бұл Ақбөбектің періште кейіптес сондай пәк сезімін аялаған, сұлулығын, әдемілігін, қасиеттілігін, әйел затына біткен өте бекзат болмысын, сондай жұмсақ жылы сезіммен, жібектей кесілген лирикамен өбектеп отыратын ән. Бұл ән. Бұл әнде ешқандай қайғы жоқ, мұң жоқ.
сарсаң ой, сарылу жоқ бұнда. Бұнда тек ешқандай қаннен қаперсіз екеуінің әппақ махаббаты, қауіп жоқ. Ешқандай алды ертең не болатынын білмейді. Сондай сәтте туған ән. Екінші жадау көк бүкіл жаңағы махаббатпен басталып, қайғы шермен аяқталған, кешегі ақбөбекпен болған тамаша сәттердің бәрін еске салатын, соны мұңайып, қайғырып, шері көкірегін толғайтын өте ауыр ән. Қайыптың бізге жеткен әндерінің бірнеше нұсқада айтылатыны өзіңізге белгілі. Енді оның мына Орал, Жылой, Еділ, Жайық бойында айтылатын ән түрлерінің біздікіне қарағанда ерекшелігі, өзгешелігі қандай? Мен осы батыстың әншілерін тыңдаған сайын, мынау Атыраудың әншілері, ар жағында анау жаңа Оралдың әншілері, мына Ақтөбе жағында көп айтылмайды. Ақтөбе жағында да онда да бар айтылса, мынау Атыраудан, әйтпесе Оралдан келген жігіттер айтады. Осы әндердің, әншілердің тыңдап отырғанда ешқайсысы осы Маңғыстаудың өзінің төл әншілері, осы топырақта туған әншілердей жеткізіп айтып бере алмайды. Олардың бәрі үстірт айтады. Әсіресе жадау көкті сабалап, әлгі жүн сабағандай қып, жаман тулақтың үстіне жүн сабайды ғой бір. Әйелдер, салдыр-салақ әйелдер. Солай сабалап өте шығады. Олай жадау көк ондай ән емес. Ол жаңағы әлгі Естай қорланнан айырылып қалған, тірідей айырылған. Әлгі бейопа мейірімсіз дүние жалған, от болып көкірегімде қайнайды арман. Анаңнан сізді тапқан айналайын, беймезгіл сіз бір аққу ұшқан қолдан дейді. Ақбөбекте Қайыптың қолынан ұшып кеткен аққу сияқты. Қондырған құсы, бақыт құсы қолынан беймезгіл шақта ұшып кетті. Тәңірге жалбарынса да, адамдар жалбарынса да, ол бақыт жоқ енді. Ол баянсыз махаббат. Әйтпесе, ақан серіде ақтоқтыдан тірідей айырылды. Жаңа жадау көкті тірі айырылдым дейді ғой Қайып. Сол ақан серімен өте үндес. Ақан сері ақтоқтыға бірнеше ән арнаған. Соның ішінде бүркіт ойнар аспанды биікпенен, жердің жүзі көрінер биіктеген ой. Сүйген жардан жалғанда өтір айрылып, өмір шіркін өткені күйікпенен ой. Міне, шерлі, шерменді, күйікті Қайып осы жаңағы ақан сері сияқты, Естай сияқты құдіреттермен сондай тағдырлас, сондай үндес. Міне, соның бірі жүректегі зар-запыран, кешегі жүректегі нұрлы сезім, шуақты сезім, әппақ махаббат енді үлкен құса дертке айналды. Соның бәрі осындай әнмен шықты. Қайыптың жадау көгі де сондай ән. Жаңа біз осында ылғи мен мына Күріш Тасболатов тыңдағанда да, әйтпесе анау амандық бет, көмек, солар тыңдағанда жадау көк мүлде мынау Атыраудағы, Оралдағы орындаулардан мүлде терең, мұнда бөлек, Маңғыстаудың өз әншілеріне ешқайсы жетпейді. Мен Атыраудағы әншілерге айтып отырмын, неге бет жоқ сабалайсыңдар домбыраны мынау? Мынау қайғы жүріп жатыр ғой, шер, жүректі тілгілеп жатыр ғой мынау ән. Мысалы, мені осындай екі әнімен біреуі сәулелі, жүректің сәулелі сезімі, біреуі жүректің шері. Ақбөбек сәуле, жадау көк шер, қайғы. Осыны әншілер біріп түсініп айтса, сонда Қайыптың қандай
болмыстағы адам екен, қандай, оның жүрегі қандай жүрек екенін сезінуге болады. Міне осылай. Ақ бөбек кеткенің бей оғау серттен тайып адамды алайырар бөбегім ерлі аузайып даусымды танымасаң ахой танытайын ай баласы Қорабайдың бөбегім атым қайып атым қайып ақ бөбек сәйгілікпен оғау бұлаңдайсың ай сұм жалған өтер десем бөбегім тіл алмайсың ай алтайы құмнан қашқан ахау түлкідейін ай көрсетпей қырарқаңдай бөбегім бір алдайсың ау бір алдайсың ай қайыңдыдан ән салдым ахау құлаттырып қызыл шарқат ойнадың әлі лақтырып жадым көп қайтейін қалқамам
туғар елден келемін ақау кергай мініп кергай мініп алтын басты уақтығай оу ергай мініп жадау көп қайтейін халқа мамал жоқ өлі айрылмай бөбектен тірі айрылып тірі айрылып одан жақсы еді ғой қалғаны